Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында кір сабынмен неге бетті жууға болмайтыны туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Стандарт бойынша кір сабын 3 түрлі майдың құрамына қарай 65%, 70%, 72% болып шығарылады. Адамның бет терісі денеге қарағанда әлде қайда нәзік және сезімтал. Оны зақымдау өте оңай. Тері майлы, құрғақ немесе орташа типке жатса да, барлығында өзінің қорғаныш қабаты болады. Ал сабынның құрамындағы сілті бет терісінің қорғаныш қабатын бұзады. Егер күнделікті бетіңізді сабынмен жуатын болсаңыз, оның қорғаушы қабаты бұзылып, теріңіз қатты құрғап, тырысып, ерте әжім түсе бастайды. Айналадағы шаң тозаңнан, лас ауадан қорғана алмай қалады. Егер беттегі безеу немесе басқа да бөртпелерді кетіру үшін жиі және тұрақты түрде қолдансаңыз, бет терісі құрғап, сусызданып, тітіркенеді, теріңіз қызарып, зақымдануы мүмкін. Безеумен күресу үшін сабынмен бетті толық жумай, тек безеудің үстіне ғана жағып, 5-7 минуттан кейін мақта тампонмен сүрту керек. Сабынмен жуыну зиян болмас үшін қалай жуынған дұрыс? Жуу процедурасын кешке төсекке дейін 1 сағат бұрын макияжды кетіру кезінде жүргізу керек. Алдымен бетіңізді тазалап, жақсы ылғалдандыру керек. Содан кейін сабынды алақанға көбіктеп, көзге және ерінге тигізбей, бетке ақырын жағыңыз. Көп сумен шайыңыз және оны сүртпей кептіріңіз. Сонда ол сілтінің теріс әсерін жұмсартады. Теріні құрғатқаннан кейін ылғалдандыратын немесе нәрлендіретін креммен майлауды ұмытпаңыз. Күнделікті бетін кір сабынмен жуатын адамның беті, егер 20 жастан бастап жуа бастаса, 25 жасқа келгенде жасы 30-35 жастағы адамның беті секілді болады. Терісі салбырап, құрғап, әжім басады. Жоғарыда айтылғандардың барлығы косметологтардың нағыз кеңесі. Ол бұрыннан дәлелденген. Ең дұрысы кір сабынды үй қызметінде қолданған дұрыс. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.